Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осылай жасалатын витаминді, өте жеңіл, тойымды салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Бар болғаны тек қана 3 заттан жасалып, өте аз уақыт аралығында дайын болады. Ең алдымен бір капустаны алып, оны ұсақтау, ұзыншалау етіп тураймыз. Достар, менің каналымда осындай көптеген жеңіл рецепттер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алу үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қиярды осылай ұзыншалау етіп бөліп алып, сақиналап, оны да тураймыз. Укропты да дәл осылай етіп ұсақтап турап алып, келесі кезекте туралынған капустаны осылай қолымызбен басамыз. Бар болғаны 2 минут аралығында турап дайын болған салатты осылай етіп кезек-кезегімен салып шығамыз. Барлық заттар дайын болғаннан кейін осылай етіп үстіне аздаған тұз, майонез немесе қаймақ қосып араластыруға болады. Осымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте жеңіл әрі дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.